Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге денсаулық зор байлық арнасы. Жұмыртқаны қай кезде жеуге болмайды? Бүгінде адамдар көп тұтынатын тағам түріне жұмыртқаны қосуға болады. Видео басталмай тұрып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Біздің каналда түрлі ақпараттарға толы видеоларды көруге болады. Қонақ күтерде салат жасасақ та, таңертең жұмысқа асығып тұрғанда тез дайындалатын ас түрі ретінде жұмыртқаны қолданамыз. Жасырын емес. Бірақ көпшілігіміз жұмыртқаның ас дайындаудан басқа пайдасын біле бермейміз. Ал жұмыртқа нәрлі тағам ғана емес, құрамында бағалы витаминдері бар ас, бірақ оны жеуге болмайтын кездері де болады. Біз олай болса, ең алдымен жұмыртқаның пайдасына тоқталып кетейік. Таңғы ас кезінде бір жұмыртқамен ғана тамақтанатын болсаңыз, иммунитетіңіз күшейіп, ағзаңыз бактериялармен белсенді күресе бастайды. Жұмыртқаның сарыуызындағы холин деп аталатын компонент мидың белсенділігін арттырады және есте сақтау қабілетін жоғарылатады. Сонымен қатар альцгеймер ауруынан қорғайды. Ол спортшылардың мәзірінде міндетті түрде кездеседі. Өйткені бір жұмыртқада ақуыздың тәуліктік нормасының 15% бар. Бір тауық жұмыртқасы 70 калориядан тұрады. Сондықтан артық салмақтан құтылу үшін қолдануға міндетті түрде болады. Бұл тағам көзге өте пайдалы. Оның құрамында зиянды ультракүлгін сәулесінен қорғайтын антиоксиданттар бар. Сондай-ақ ол катаракта ауруынан сақтайды. Ол көптеген пайдалы дәрумендер мен минералдардан тұрады. Соның ішінде А, Д, Е, В, йод, мырыш, кальций, магний, темір және фосфор. Оның көмегімен аштық сезімін ұзақ уақытқа басуға болады. Фолий қышқылы жүректің қалыпты жұмыс істеуіне және жүктілік кезінде рухтың дұрыс дамуына көмегін тигізеді. Сонымен қатар бұл күнделікті қолданатын жұмыртқаның зияны да бар. Ол холестериннің ең үлкен мөлшері осы тағамда кездеседі. Холестерин адамның ағзасында қауіпті процестерді тудырады. Оның кесірінен жүрек, тамыр ауруларының дамуы мүмкін. Көптеген адамдар ұзақ уақыт бойы тері ауруларынан зардап шегіп жүр. Ол жұмыртқадан болуы ғажап емес. Өйткені бұл тағам аллергиялық реакция тудыратын тағамдардың қатарында. Зерттеулерге сәйкес, онымен күнделікті тамақтанатын болсаңыз, қандағы глюкозаның мөлшерін көбейтіп, диабетке әкеліп соғуы мүмкін. Жұмыртқамен шамадан тыс тамақтану темекі шеккенмен бірдей екенін әсте ұмытпаңыз. Ересек адамға бір күнде бір үміш жұмыртқа жеуге ғана кеңес береміз. Адам денсаулығы басты құндылық деп есептейтін болсақ, өзіміздің ішіп жүрген асымыздың түп тамырына мән бергеніміз жөн. Мысалы, жұмыртқаның құнарлы және дұрыс болмауы құстың азығы мен саулығына тікелей байланысты. Үй құстарының да өзіне тән түрлі аурулары бар, ал оларды уақытылы емдеу құс өндірушінің міндеті болып саналады. Жұмыртқада адам ішегіне зиянды ішек инфекцияларын тудыруы мүмкін. Ең жиі кездесетін ішек инфекциясы ол сальмонеллез. Сонымен қатар құстарды емдеуде антибиотиктерді артық мөлшері құс азығына түрлі қоспаларды қосуда адам денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін. Сондықтан құсқа беретін азыққа баса мән берген жөн. Бүгінде құсқа укол болмаса дәрі-дәрмек салу арқылы жұмыртқаны саудаға айналдырып отырғандар да бар. Ал құстағы жұмыртқаның толық дамымаған себебінен оның адам баласының денсаулығына кері әсері болуы абзал. Сондықтан да міндетті жұмыртқа таңдарда оның құс азығына мән бергеніміз жөн. Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның таңбасына немесе қораптағы жазуына қарап, жұмыртқаның қандай екенін анықтауға болады. Сондықтан жұмыртқаны сатып аларда оның таңбасына баса мән беріңіз. Мәселен, жұмыртқада Д деген жазу болса, онда ол диеталық жұмыртқа деген сөз. Оны сақтау мерзімі 7 күн. Егер де С деген жазу болса, ол столовый деген сөзді білдіреді. Демек, асқа пайдалануға арналған жұмыртқа. Ал егер жұмыртқаның сыртында ондай жазу болмаса, міндетті түрде қораптағы жазуға мән беріңіз. Себебі қорапта барлық мәліметтер, сақтау мерзімі және қандай санаттағы жұмыртқа екені жазылады. Жұмыртқа сыртында таңдаулы отборный деп тұрса, онда ол сапасы ең жоғары жұмыртқа деген сөз. Ал бірінші категория, бірінші санаттағы деп тұрса, онда ол таңдаулы жұмыртқадан кейінгі санаттағы жұмыртқа. Сол секілді екінші және үшінші категория деген жұмыртқа санаттары да кездеседі.
Ал қолдың жұмыртқасын сатып алған кезде немесе үйіңіздегі тауықтың жұмыртқасын жинаған уақытта сырты лас болып тұрғанын көреміз. Сондықтан мұндай жұмыртқаны бірден тамаққа пайдалануға болмайды. Өйткені сырты таза болмағандықтан мұнда түрлі бактериялар болуы мүмкін. Сол себепті ең бірінші жұмыртқаны жуып алған дұрыс. Ол үшін ыдысқа су құйып, бір ас қасық тұз салып, жұмыртқаны жуған кезде сыртындағы бактериялардың бәрі өледі. Біріңіз білетіндей, жұмыртқаның бір жағы доғал, бір жағы сүйір болып келеді. Ал оны тоңазытқыштағы жұмыртқа ұяшығына жинаған кезде сүйір жағын төмен қаратып қойған жөн. Көпшілік ақ жұмыртқаға қарағанда қоңыр жұмыртқаның пайдасы және құнары бар деп салыстырып жатады. Алайда мұнда жұмыртқа түсінің ешқандай да маңызы жоқ. Жай ғана ақ тауықтың жұмыртқасы ақ болса, қара тауықтың жұмыртқасы қоңыр болатынын ұмытпаңыз. Жұмыртқа көлемі әрдайым бірдей бола бермейді. Бірі үлкен болса, бірі кіші болып келеді. Олардың айырмашылығы да сол жұмыртқа түсі секілді тауықтың жасына байланысты болады. Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның кейбірінің сырты кедір бұдырлы болады. Яғни жұмыртқа сыртының бір тегіс болмауы жұмыртқа санатына тікелей байланысты. Мысалы, жоғары санаттағы жұмыртқа сырты тегіс болып келсе, 2-3 санаттағы жұмыртқа сырты бір тегіс болмайды. Сонымен қатар жұмыртқаның жарамдылық мерзімін өтіп кеткенін құлақ тұсына шайқап білуге болады. Егер шайқағанда шылқылдаған судың дауысы естілсе, онда ол жұмыртқа жеуге жарамсыз. Сонымен қатар тағы бір жолы, жұмыртқаны суға салған кезде су бетінде қалқып шықса, онда ол көп уақыт тұрып қалған жұмыртқа деген сөз. Осылайша үй жағдайында жұмыртқаны тексеріп көруге болады. Қорыта айтқанда, ішек инфекцияларын болдырмау үшін ең әуелі жұмыртқа сыртын жуып пайдалану керек. Сонымен қатар ұзақ тұрып қалған жұмыртқаны тұтынбай және белгісіз жерден немесе көшедегі бейтаныс адамнан жұмыртқа сатып алмау қажет. Жұмыртқаны сақтау мерзіміне де мұқият болған жөн. Мәселен, жұмыртқа +2 градуста 25 тәулік сақталатын болса, -2 градус температурасында 90 тәулік бойы сақталады. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емдеу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық арнасы. Бұл видео сіздерге қызықты мәліметтерге толы болды деген ойдамыз.